Армысыздар, құрметті қазақ елі. Біздің бүгінгі видеоның кейіпкері Адай руынан шыққан әйгілі көріпкел Кенжеақтан. Кенжеақтан кезінде Ақтөбе облысында дүниеге келіп, дүйім жұртты соңынан ерте алатын қасиетке ие болған. Оның аузы дуалы болған сонша, оның айтқан сөздері іс жүзінде жүзеге асып, жұртшылықты тәнті еткен. Оның сол кезде жасаған болжамдары бүгінде 100% дәл шығып, бүкіл қазақ елін алаңдатып отыр. Біз бүгін тек Адай руының емес, бүкіл қазақ халқының мақтанышына айналған Кенжеақтан Керейұлы туралы кеңінен баяндайтын боламыз. Көріпкел Кенжеақтан 1850 жылы қазіргі Ақтөбе облысы Байғанин ауданында дүниеге келген. Оның әкесі Керей еңбегімен күн көрген кедей шаруа. Кенжеақтанның руы Адай, Адайдың ішінде Жемени, ол жүрген жерінде өзін былай таныстырады. Мен Адайдың ақтаны, ақтарының келдегі. Сусыны болдым халықтың, шөліркеген шөлдегі дейді екен. Адай руынан бүкіл Қазақстанды мойындатқан көптеген ұлы тұлғалар шыққан. Мысалы кезінде тек Қазақстанды емес, бүкіл Орта Азияны өзінің әулиелігімен мойындатқан Бекет атаны білмейтін адам жоқ десек болады. Бекет ата өзінің сәуегейлігінің арқасында келешекте не болатынын дәл тауып, халықты бәле-жаладан сақтандырып отырған. Тарихта дәл Бекет атадай жылан кейпіне ене білетін, аққу болып ұша алатын әулие жоқ десек қателеспейміз. Ел ішінде мынандай қызық аңыз бар. Бірде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы үстірт басындағы Бекет атаның мешітіне тікұшақпен қонбақ болған екен. Сол кезде қатты жел тұрып, Назарбаев отырған тікұшақты қонғызбай қойыпты. Осылай бірнеше рет қайталанады. Сонда Назарбаев жерге қонып, мешітке баспалдақпен көтерілуге мәжбүр болған көрінеді. Яғни Бекет атаға хан да қара да бір болған екен. Бекет атаның ізін жалғаған Кенжеақтан өлеңді сол мезет шығаратын суырып салма ақын болған. Ол ел ішінде сал сері деген атаққа ие болып, жүрген жерінде оған қошемет көрсеткен. Бірақ ол ел ішінде қанша абыройлы болса да дүние жинамаған. Ол бар өмірін кедейлікпен күн кешкен. Кезінде үлкен жұт болып, ақтанның үй іші азын-аулақ күнкөріс малынан айырылады. Сосын ол ойыл қаласына кәсіп іздеп барып, ноғай саудагеріне тері илеуге жалданады. Себебі сол кезде ноғайлар өте бай тұрған. Оны көргендер, Адайдың ақтан деген ақыны осы ма, бұл да ештеңе емес екен ғой, тері илеп жүрген деп күледі. Олар ақтанды даңқы зор болған соң бай деп ойлайтын. Сонда ақтан, айдынға үйрек, қаз керек, сұлуға құшақ, наз керек. Жырға әуезбен саз керек, теріге пұшпақ баз керек. Тері жаймай акаң не қылсын, заманға қарай саз керек депті. Кезінде Сам құмында Адай мен Табын рулары қоныстас болып қатар жайлаған екен. Ақтан бойдақ кезде Табын руының Қаражан есімді қызға ғашық болып қалады. Бірақ қыз айттырылып қойған екен. Бірақ ақтан оны қатты сүйіп қалғандықтан алып қашпақ болады. Қыз да оған кетәрі болмайды. Екі жастың арасындағы сөз байлауды естіген сол ауылдың болысы керек би ақтанды шақырып алып, екі рулы елдің арасына лаң саласың, тілімді алсаң Қаражан қызды алып қашам деуіңді қой. Атадан қалған жол бар. Білемін, бізде жас болдық, ғашықтық дерті жазылмайтын дерт емес, оның отына күймей, шыдай білген ғана нағыз ер. Ғашықтықта бір, отқа ұмтылған көбелекте бір, көбелек болма інім. Аға ақылын тыңдаған ақтан осылайша өз сүйгенінен бас тартады. Тарихта атастырылған қызды алып қашамын деп бүкіл халқын қанға бөктірген Троя ханзадасы туралы бүкіл ел біледі. Мұнда Трояның жас ханзадасы Спарта еліне келін болып түскелі жатқан Елена есімді қызды ата дәстүрді бұзып өз еліне алып келеді. Сол кезде спарталықтар қатты ашуланып Трояға шабуыл жасайды. Осының салдарынан Троя жер бетінен жойылып кетеді. Егер ақтанда атастырылған қызды алып қашқанда Адай мен Табын руының арасында үлкен дау болар еді. Махаббатта жолы болмаған Кенжеақтан философ адам болған. Ол өмірден өтер кезде 1912 жылы болашаққа болжам жасап кеткен екен. Және қазіргі кезде оның болжамдары дәл шығып елді таң қалдырып жатыр. Ол бұрынғы кезде қазақ халқы өте жақсы болғанын айтады. Қазағым дархан ел еді. Таусылмайтын көңілі ағайынға мол еді. Сарқылмайтын байлығы жарқыраған көл еді. Ағалары ініге үлгілі ұлы жол еді. Ер азамат сөз бастап қызыққа елім толы еді. Үлкенге кіші бағынып заңы елдің жөнеді. Аталардың ақ жолы барлығына сән еді. Аталардың ақ сөзі елімізге дәрі еді.
Жақсылар елді басқарып, жаманшылық әрі еді, бүгінгі елден ерлерім тірі еді және ірі еді деп айтып, бірақ кейінгі кезде қазақ халқы қатты бұзылғанын мәлімдейді. Қазақ бұрынғы бойындағы ғажап қасиеттерден арылып, пиғылдары арам болады. Алдағыны болжасам, қара бұлт төніп келеді. Жақсыны жаман жеңеді, асылдардан күн кетер, қолында болмай дерегі. Жаманға жақсы бағынып, қамауда жапа шегеді. Басшылары елімнің басына елдің тебеді. Ел басқарған жақсылар еліне бұрмас жүрегі. Саудамен сартқа айналар елдің біраз бөлегі. Ақшасына сүйеніп қыран болып қара құс ағайынды бүреді. Жылан болып кесіртке ысылдап шағып жүреді. Төбет болып қаншықтар еліне қарай үреді. Осылай деп кенже ақтан болашақта елді жаман адамдар билейтінін айтады. Асыл азаматтар бағаланбай қалатынын да айтады. Расында да кезінде Қазақстанда абыроймен басқарған Қонаевты алып тастап, орнына Колбинді қояды. Колбин билікке келе сала Алматыда желтоқсан оқиғасына қатысқандарды қатаң жазалайды. Көп жастар өледі. Тәуелсіз Қазақстанда көптеген әкімдер, министрлер халықтың ақшасын жеп, әбден байиды. Кейбіреулері шетелге қашып кетеді. Ешкімнің қарапайым халыққа жаны ашымайды. Халық үшін алаңға шығып сөз сөйлегендерді түрмеге қамап, әбден азаптайды. Арыстан болып түлкілер көкжалға қарай келеді. Жабылар шауып бәйгіде, арғымаққа арба жегеді. Ақылды асыл азамат жамандарға иіліп маңдай терін төгеді. Насырын жерге бүгеді өнегелі ақсақал, азаяр елдің тірегі. Ағайын туыс, дос жаран бірін-бірі өлтіріп татулық шамы сөнеді. Шайтаны бар шараптар елдің болар қорегі, ағалардың елбасы нәжісі болар әлегі. Көріпкел болашақта ағайындардың арасынан қара мысық өтіп, бір-біріне жау болатынын мәлімдейді. Шынымен де қазір ақша үшін бір-бірін өлтіріп жатқан ағайын туыстар туралы жаңалықтарды күнде естиміз. Тіпті өзінің туған балаларына алимент төлегісі келмей қашып жүрген әкелер аз емес. Бұрын асқар таудай болған ағалар бүгінде қатты сақталып, өзінен кішілерге күн бермейді. Мысалы қазір Қазақстанда әскерге сау кетіп, мүгедек болып оралып жатқан сарбаздар өте көп. Жас сарбаздарды әскерде үлкен ағалар әбден ұрып соғады. Яғни командирлерде ұрады деген деректер бар. Қазір жаңалықтардан әскерден жарымжан болып немесе табытпен өлі күйде оралып жатқан сарбаздарды көріп жүрегіміз ауырады. Сол себепті де жастар әскерге барғысы келмей. Қазақтар соғыстан емес, бір-бірін аяусыз ұрып соғып жатқаннан қырылып жатыр. Жазылмас дерттер көбейіп, шомылып ұрық себеді. Ақ жолдағы молдалар елін талап сөгеді. Бақсы балгер көбейіп еліне салар бәлені. Бір-біріне азаяр. Адамдардың көмегі. Ел алдына шықпайды болса да жігіт өнері. Жомарттық кетіп байлардан жетімге болмас берері. Құл құтандар би болып, арасын елдің бөледі. Кенже ақтан болашақта жазылмас дерттер көбейетінін дәл тапты. Қазір елімізде бұрын болмаған кеселдер тарап жатыр. Қант диабеті, қатерлі ісіктен қаншама адам өліп кетті. Түрлі тұмаулардан қарттар ажал құшып, сәбилер шетінеді. Қан қысымы, жүрек талмасы дегендер тоқтамай тұр. Балалар дүниеге ауру болып келіп жатыр. Дәрігерлер бұған не істерін білмей бастары қатып жатыр. Себебі жүре келе пайда болатын аурулар да адамдарды өлімге әкелуде. Арам өлген малдың етінен жасалған шұжықтардан талай жастар уланып, энергетикалық сусындардың кесірінен қан тамырлары жарылып өліп жатқандар аз емес. Және Қазақстанның көптеген жері экологиялық апат аймағына жатады. Мұнда өмір сүрген адамдар ауру болады. Және түрлі зауыт, фабрика, шахта, вахтада істегендердің де ағзасы зиянды қалдыққа уланып, өмірден ерте өтіп жатыр. Және де молдалар елді талайды деп дәл айтты. Қазір Қазақстанда түрлі діни ағымдар қатты көбейді. Сақалдарын қауғадай қылып өсіріп, қысқа балақ кигендер жаңбырдан кейінгі саңырау құлақтай қаптады. Олар әйелдерін қара жамылдырып, балаларын медреседе оқытады. Олар уағыз айтып, жастардың санасын улауда. Көбісі теріс діни ағым болған соң, олардың саясаты өте қате. Олар дін атын жамылып, арам істерін жасап жатыр. Сол үшін ата-аналар балаларына дұрыс діни тәрбие беріп, ғылым білімге қызықтыру керек. Егер ата-ананың тәрбиесі нашар болса, бала әркімге бір еріп кететін ерме болады. Ішерге елім тарылып қиын өмір сүреді. Төрелік айтар билердің ақша болар керегі. Өсірген қыз бен келіннің ойламас ата енені. Батасыз жастар қосылып, оттары жанбай сөнеді.
Тірі жетім көбейіп, мейірсіз өсіп өнеді. Керексіз болып туылар дүнияның тәтті бөбегі. Ұят кетіп қызыңнан жалаңаштар денені. Жез тырнақты, жалбыр шаш кейпіне жынның енеді. Атанасы ұл қыздың айтқанына көнеді. Осылай деп кенже ақтан болашақта жастар бір-бірімен некесіз жатып, дүниеге жетім сәбилерді әкелетінін дәл тапқан. Себебі қыздардан ұят кетіп, жартылай жалаңаш жүре береді. 90-шы жылдары некесіз қосылғандар өте көп болды. Соның кесірінен олар дүниеге келген баланы жетімдер үйіне өткізді. Ал жетімдер үйіндегі баланы жемқорлар шетелге сатты. Қаншама қазақ баласы көздері жәутеңдеп Еуропа, ақш, Қытайда жүр. Өткен жылы Қазақстанға туған анасын іздеп Жәнібек есімді жігіттің келгенін бәріміз білеміз. Шетелде Жәнібек секілді мыңдаған қазақ баласы бар. Ата-аналар да балаларының айтқанынан шыға алмай қалады. Балалар ата-аналарын сыйламайтын болады. Бұрынғы кезде балалар әке-шешесінен қатты қорқатын, олардың айтқаны заң еді. Соның арқасында қаншама балалар әке-шешесі әперген қызға үйленіп, бақытты ғұмыр кешті. Ал қазір жастар дін жолына түсіп, әйелдеріне талақ беріп, бірнеше рет үйлене береді. Намаз оқымайтын ата-анасынан бас тартатын болды. Жас жігіттер ақша үшін өзінен үлкен келіншектерге үйлене беретін болды. Қазір елімізде өзінен үлкен келіншекке үйленген жігіттер өте көп. Бай-шалға тұрмысқа шығып жатқан өрімдей жас қыздар да аз емес. Той мереке бастайтын ер адамның жолына әйелдер қағар шегені. Келіндер өзі жүргізер топ бастайтын кемені. Намыстан ерлер айырылып, бір келін топ бастаса, бірі қалмай ереді. Әйел болып еркектер өсекті жиып тереді. Батыры елдің жауға емес, еліне атар жебені. Осыларды болжаған кенжедегі ақтанмын, әруақты аталар барлығынан өтетін қазақты асыл деп еді. Сондықтан да ұрпағым түзелер деп қисайып, сендерге бабаң сенеді. Жаратушы Алланың берері бізге көп еді. Сыйынсаңыз Аллаға сарқылмас әсте берері. Кенже ақтан болашақта отбасын әйелдер билейтінін айна қатесіз тапты. Қазір көп отбасыда барлық нәрсені әйелдер шешеді. Еркектер әйелдерінің қас қабағына қарайды. Әйел топ бастап шешімді солар қабылдайды. Еркектер үйде балаға қарап отыратын дәрежеге жақындап келеді. Бұдан басталған нәрсе түбі ел басқаруға алып келеді. Келешекте мемлекетті әйелдер басқаруы әбден мүмкін. Қазір әйел министрлер көбейіп келеді. Көріпкел қазақ баласы ұлы жаратушы Аллаға иман келтіріп, Алланың хақ жолымен жүрсе бұл зұлматтан да аман өтеді дейді. Ұрпақ иманды болу керек дейді. Иманнан айырылған ұрпақтың ешқашан жолы болмайды. Қазақстан түрлі теріс діни ағымға еріп кетпей, өзіміздің ата-бабамыз ұстаған хақ ислам дінімен, салт дәстүрімізбен жүруіміз керек. Әйтпесе Ауғанстан секілді жағдайымыз кері кетіп, әлемдегі артта қалған мемлекет боламыз. Осының бәрін кезінде кенже ақтан Керейұлы бабамыз әбден ескертіп кеткен.